Қайырлы кеш, қалайсыздар жандарым? Амансыздар ма? Қатты разымын сіздерге. Алла разы болсын. Мен үшін қатты қуанып жатыр екенсіздер. Дұрыс айтасыздар. Бас екеу болмай, мал төртеу болмай, береке кірмейді. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Менің осындай қуанышымда менімен бірге қатты қуанатын адамдар саны өте көп екен. Жақсы көремін барлықтарыңызды. Просто кішкентай бір мәселе болып тұр да, ол мен емес болып тұрында просто. Достар, ол мен туған бөлем болатын, үйленген кеше. Мамамның жақсы көретін племянниктерінің бірі болғаннан кейін мамаға жаптырған болатын орамалды. Сол мама мәздеп салдым. Одан кейін жаңағы бөле бауырым мен келінім салайын деп тұрған кезде сен хабаршы болып барасың деп мені жіберге, жаңағы адамдармен бірге мамам бар, барлығымыз барып қайттық. Одан кейін келем дегенше кеш болып кетті. Ана жақта кипіш, қонақтар, қуғыншылар сөйтіп қалып қалды. Жаңа ғана инстаграмды ашып қарасам, барлығы мен деп ойлап жатыр екен. Мен емес, өкінішке орай. Бірақ менің де ол күнім алыста емес. Рахмет барлықтар. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, қалайсыздар? Ханзадалыққа дайындаламыз деп көз ісіп кеткен, очки шешпеу керек болып тұр. Жанымда ойфырмай, мына кісіні қараңыздар ше, Ханзадамын дейді. Біз екеуміз келісіп жатырмыз. Финалға екеуміз шығатын болсақ, егер соңында екеуміз тұрып қалатын болсақ, екеуміз бір-бірімізге береміз деп тұр ғой. Бересің ба сен? Ойланып қалды ғой мына. Берем дей берсем, мен финалға шықпайын, бәрібір уайымдама. Бірімізге уважениемен береміз. Уважениемен беріп отырып, короче. Дайындық қатты жүріп жатыр. Ертең бұйыртса, ертең бірінші кезең таныстыру басылады. Ертең 14:30-да Евразиянашын жіберіп алмаңыздар. Кім қалай дайындалып жатыр, кімнің әңгімесімен тірлігі сай келеді, бәрін ертең көресіздер. Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін қосылай Ханзадасы бірінші кезең таныстыру, іште дайындық деген қызу жүріп жатыр. Мына жақта дайындалып жатырмыз. 5-ші реттік номермен шығамын бұйыртса. Дауыс беріңіздер, маған мен қолдап кетіңіздер. Мен қолдаушылар өте аз болып жатыр екен басқаларға қарағанда. Қолдап кетіңіздер. Бүгін өзімнің шығып таныстыратын боламын, қай жерден, қай өңірден келгенімді. 14:30 Евразиянашын жіберіп алмаңыздар. Мына нәрсеге кім жауап беретінін білмеймін. Мен Талғар әкімдігі ма, кім емес. Бірақ та ана Триумф газонында каждый суббота біз футбол ойнаймыз балалармен. Ойнаған сайын осындай түтін шығады. Не жағып жатқан түсініксіз сасық мына жақтан келеді әйтеуір. Қазір де ойнау мүмкін емес, уже бір емес, қанша бір 2 ай протяжение осындай жатыр. Өтініш тексеріп көрсеңіздер, не жағып жатыр біз білмейміз вообще. Сасық өздеріңіз келіп, болмаса тексеріп көрсеңіздер болады ше. Мүмкін емес ойнау. Біз ғана емес, соседний поле тоже жалуется, кім не екен. Өтініш, жай отын жақса бұнда еш шықпайды, бәрі өртеп жатыр, адам өртеп жатыр ма, қалжыңдаймын, бірақ енді шынымен бірдеңе өртеп жатыр. Қараңыздар, қоңыр түтін, мына қарасаңыз қайдан келіп жатыр, мына жақтан келіп жатыр. Вообще мүмкін емес. Енді иісін айта алмадық айтшы Әділет, а? Не ғой, баллон ғой кәдімгі, трактордың баллон жағып жатыр ма сен? Өстіп отырмын, мен мұрнымызды жауып отырмыз. Әкімшілік, пожалуйста, бір деңесін қылыңыздаршы. Еңбектің наны тәтті деп түнгі сағат 2-де келіп жатырмын. Жұмысымды жасап болып, әйтеуір ақшамды алып. Оңай болғанда түскі сағат 3:30-нан барғаннан қаншама образ киіп, түсіп, ойбай, ана освещениялардың светтері көзіме түсіп, ойбай, кәдімгідей машинаны зорға айдап келдім. Ертең с утра тұру керек. Бұйырса бізге газға разрешение берді, Аллахтың көз түзі болды. Сол, короче. Енді подключение газа, потом вторник только енді потолоктар келеді. Бүгін потолочниктер келіп, ана профильдер қағылмаған деп вторник келетін болды бұйырса. Сол. Ертең таңғы сағат 8:30-нан тұру керек болды, короче. Ұйқым қанамап қанбаймын. Фиг его знает. Күн бүгін енді алғашқы түсірілім күні, алғашқы подкаст, алғашқы жүргізуім. Кішкене толқып тұрмын. Бірақ енді университетте алған білімім бар, қызылға бітіргенім бар деп мақтанып қояйыншы, журналистиканы. Сол бір қабілеттерім, сол бір алған тәжірибем пайдасын тигізеді деген ниеттемін. Сол дұға етіп қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз, дұғаларыңыз мен үшін өте маңызды. Короче, достар, айтып кетейін. Ноябрь меня полностью испытывает. Мен товарларым Бішкекке, негізі Қазақстанға келген ғой товарым. Сөйтіп негізі жартысы Бішкекке бару керек болған.
сөйтіп ана тупой карго алғанда бәрін қазақстанға жіберіп тастаған. Сөйтіп дополнительный ақшаға қайтадан Бішкекке жіберген. Сөйтіп ол әлі жетпей жатыр. Клиенттер жеп жатыр. Өзім аяқта ойбай, мен де өзім таппай жүрмін деп лағып жатыр мына жерде. Товарлар манда лағып жатыр. Маникюрім өсіп кеткен. Өзім жақсы көре алмай жүрмін. Товарым лағып жатыр. Ақша бітіп жатыр. Пристегнитесь, мы падаем болды. Ну ничего. Анда құлағаннан кейін резкий рывок болады деп енді үміттенемін енді. Көке. Қалайсыз? Жақсы. А? Келуің. Рахмет. Қытайдан кейін көрген жоқпыз, иә? Ажал талдырған. Тойдан кейін көрген жоқпыз. Мен Қытайдан келгелі, Ақтөбе тойдан кейін вообще Талдықорғанға барған кезде көке Алматыда болды. Мен Алматыда болғанда көке Талдықорғанда болды. Обед ішуге шығып бара жатырмыз.